Қайырлы күн достар, бүгін сіздерге қатпарлы қамырдан тіске басар, яғни жылдам тағам түрін ұсынамын. Видеомды соңына дейін көріп, пікір қалдыруды тіркелуді ұмытпаңыздар. Мерекелік дастарханға немесе өздеріңіздің жақындарыңызға жасап ұсынуға болады. Бізге қажеті қарапайым қатпарлы қамыр, яғни кез келген слоеный тестаны пайдалансаңыздар болады. Видеодағыдай етіп, оқтаудың көмегімен ұнды сеуіп отырып жаямыз. Қатты жұқа болмау қажет. Жайылған қамырымызды стаканның көмегімен видеодағыдай ойып аламыз. Жұмысымызды бастамас бұрын духовкамызды 180 градусқа қыздырып қойсақ жақсы болады. Сол кезде бірден қызарып, жылдам пысады. Пергамент қағазының үстінен барлық қамырларымызды тізіп шығамыз да, жұмыртқаның сарысымен бетін майлаймыз. Барлық қамырымызды осылай жұмыртқаның көмегімен майлап болғаннан кейін, қызып тұрған духовкамызға шамамен 15 минутқа саламыз. Мұқият қарап отырыңыздар, күйіп кетпесін. Өйткені қамыр жұқа болғандықтан тез дайын болады. Бұл қамырларымыз дайын болғанша салмасынан кірісеміз. Салмасына плавленый сыр, тауық рулеті, қияр және жұмыртқаны пайдаландым. Майонезбен араластыра отырып, видеодағыдай сырымызды, қиярымызды барлығын теркіден өткіздім. Біркелкі болып шығады және де бір-біріне теркіден өткізгеннен кейін жақсы сініп, үйлесімді болып тұрады. Бір дана қияр, бір плавленый сыр және де жартылай руляда жетеді, яғни тауық еті. Оның орнына басқа да салма салып, өздеріңіз жасап көрсеңіздер болады. Тырылап тұрған қатпарлы қамырдан жасалған нанымыздыға барлық салма үйлесім табады деп ойлаймын. Сол үшін өздеріңіз қалауларыңыз бойынша жасасаңыздар болады. Тура осылай тауық рулетінен қияр қосып, жұмыртқа қосып жасасаңыздар өте тамаша және де нежный болып шығады. Бізде барлық жұмыртқаны сүйіп жейтін болғандықтан, міндетті түрде мен жұмыртқаны қосамын, әрдайым қосып отыратын боламын. Өйткені жұмыртқа өте пайдалы және де дәмін жұмсартады. Теркадан өткізгеннен кейін осы салмалармен араластырса күшті болып шығады. 2 қасық майонез жетеді. Майонезбен араластырып жатырмын. Жақсылап тұрып араластырып, алып дайындап қоямыз. Мінеки біздің осы аралықта қамырларымыз дайын болды. Ортасын осылай пышақтың көмегімен ашып, кішкентай қасықтың көмегімен ортасына салмаларымызды саламыз. Барлық қамырларымызды осылай ортасын пышақпен ашып, ортасына салмасын салып, дайындап аламыз. Мінеки қарапайым заттардан осындай тіске басар, жылдам тағам әзірлеп қойдым. Сіздер де жасап көріңіздер. Рецепт ұнайды деген ойдамын. Пікір қалдыруды, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Рецепт ұнады деген ойдамын. Сіздермен болған Айман. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Барлығымызға ас болсын.